баяғы заманда қара басы бақ дәулетке емін әркім болса да дүниенің ауыр бір арманына ұшырайтын адамдар болған екен. Сонда бір арманды адам ессіз далада зар илеп, жабадан жалғыз келе жатады. Аты Мұратхан. Сонда Мұратхан не қылам? 3 жыл сандалып көк көздің уақиғасын біле алмадым. Бұл былай тұрсын, іздеп шыққан қыздың да жүзін көріп, ауыз екі сөйлесе алмадым. Енді мұны ұшқан құс, жүгірген аң білмейді. Қайтып кетуге ел жұртымның қайда қалғанын тағы білмеймін. Көкте екенімді, жерде екенімді қазір білер жан жоқ. Деп төмен қарап аяңдап келе жатыр еді. Адамша азнаған бір дауыс құлағына жетті. Адамзат көрмегеніме, ел жұрттың бетін көрмегеніме талай замандар өткен Мұратханға мына дауыс бір түрлі қорқыныш сияқты да болады. Я Алла, бұл не ғажап, бұл жерде адам баласы жүрмейтін еді ғой деп. Жан-жағына көз салып қарап тұра қалды. Қараса, алдына бір үлкен, дәу, таяп, төніп келіп қалған екен. Әлгі дауыс қоймай мұны шақыра бергендей болды. Мұратхан бұл да өзінде адам шығар деп тауға қарай жүрді. Биік тауға таяп келгенде бір үлкен құс сияқты нәрсені көрді. Мұратхан басы адам сияқты болған соң, бұл адамша тіл біледі деп ойлады. Ей, бері келгін деп дауыс берді. Оны құс тыңдамай кетіп қалды. Мұратхан ойланып, адам сияқты құс болады деуші еді. Осы екен ғой, мұнан гөрі біреу тағы бар шығар деп таудың басына қарай жүреді. Бір заманда таудың басына жетті. Келсе, бір биік тау, жан-жағына қарады. Еш нәрсе көрінбейді. Жалғыз етекте бір қара тұр. Онысы бейт болып шықты. Оның ішінде бір нәрсе қараңдайды. Онан басқа еш нәрсе жоқ. Мұратхан біраз дамылдап отырды да, қой бүйткенше өлген артық. Ақыры ит жемеді, күтеді кетеді екен. Одан да жанымда қинамай тастан секіріп құлап өлейін деп, әлгі биік тасқа келіп, енді құлайын деп тұрғанда арт жанам бір дауыс. Ей ақмақ, құдайсыз ажалды өзің сұрама, бейтке барсаң мұратыңа жетесің деді. Артына жалт қараса, дәнімі жоқ. Содан соң анау қарайған бейт екен ғой. Оған да бара кетейін деп ойлады. Соған қарай жүрді. Кіріп келсе, ішінде 3 адам отыр. Ассалаумағалейкум деді Мұратхан. Ағалейкум ассалам, жоғары шық деді отырғандар. Бірақ біраз отырған соң үшеуі бір-бірінен жөн сұрасты. Отырған үшеуі Мұратханның халін баян етуді тілек етті. Сонан соң бәріміз де кезекпен айтамыз деді. Жарайды деді. Мұратхан сөз бастады.